Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге бүгін екінші онлайн видео сабағымызды бастаймыз. Бұл актер шеберлігінің тағы бір элементтері, яғни сезіну, иіс сезу, көру, баға беру секілді элементтеріне арналған тағы бір тренингімізді жасаймыз. Яғни ол елестете отырып қандай да бір затпен жұмыс жасау. Ең бірінші бұл жаттығуды жасау үшін, мысалы, қарапайым стақанда су бар, соны біз ішкен кезде, стақанды ұстаған кезде қандай қолымыздың ракурсы қалай болады, стақандағы судың ыстық немесе салқын екендігін біз өзіміздің эмоциямызбен білдіреміз. Мысалы, мына суды ішетін болсақ, бізде қандай да бір қимыл, дәмін сеземіз судың, қолымызбен ұстаймыз. Енді осы нәрсені біз воображаемый дейді, яғни елестете отырып жасаймыз. Яғни стақанның ауырлығын барлығын сезінуіміз керек жасалған кезде бұл жаттығуды. Мысалы, мына жерде стақан тұрса, стақанды алсақ, ол стақанның биіктігі қалай болады? Аузымызға апарған кезде ішіндегі суды, бәрін дәмін сезіп жасауымыз керек. Содан кейін стақанды қайтадан орнына қоямыз. Тағы да бір не? Мысалы, кружкамен ішінде міне шай бар. Ол шай ыстық, Мысалы, қасықты қалай алдық, оны араластырдық. Ішіндегі шайдың дәмі бөлек, судың дәмі бөлек, Оның жаңағы градустары да бөлек. Ыстық шайды қалай ішеміз? Жалпы бірінші үрлеп ішеміз, Міне. Ал енді осыны воображаемый жасайтын болсақ, стақанды алдық, қасықты ұстадық, араластырдық, қойдық, стақанды ұстадық, ыстық шай, өйткені үрлеп аламыз, елестете отырып шайымызды ішеміз, стақанды қайтадан орнына қоямыз. Міне осындай секілді үй жағдайында жасауға болатын актер шеберлігінің көптеген тренингтері бар. Балалар, осы секілді бірнеше кез келген нәрсені алуға болады. Шай, ұялы телефон, онымен қалай сөйлесеміз, оның салмағы. Ал осы нәрсені воображаемый жасаймыз. Қалай ұстаған кездегі кез келген тұрмыстық зат, осының бәрін бірінші шынайы кәдімгідей жасап көреміз, ұстап сол затты сезінеміз, одан кейін соны воображаемый елестете отырып жасаймыз. Балалар, осы жаттығуларды қайталап маған видео сабақ ретінде жасалған жұмыстарыңызды қысқаша түрде жолдауды ұмытпаңыздар.